Дәулескер күйші, композитор Әбдімомын Желдібаев Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат, достық, құрмет ордендерінің иегері. Қоңыр күйді жүрегімен өзінің қоңырқай мінезімен қоңырлата тартып, көпшіліктің жүрегіне жеткізе білген қазақтың тау тұлғалы азаматы. Дәстүрлі әуенді дәріптеу жолында өлшеусіз еңбек етті. Еліміздің мақтанышына айналған біртуар күйші бар ғұмырын күй өнеріне арнап, күйшінің ел мәдениетіне қосқан үлесі де ұшан теңіз. Композитордың Арман құс, Абай арманы, Жамбыл толғауы, Тұранелі сияқты 70-тен астам күйі мен әні бар. Оның Ерке сылқым күйі халыққа кеңінен таралған. Айта кетсек, 2011 жылы Шу қаласындағы күре жолдың бойына Ерке сылқым күйіне арналған арнайы ескерткіш орнатылған. Ерке сылқым елдің қазынасына айналған ерекше музыка, ерен құбылыс. Ерке сылқымда болатын күйлер бар, бірақ сіздер жақсы көрген ерке сылқымда орындайын енді.